Assalamualaikum, құрметті көрермендер. Ошасы кеш жарық. Комментарийден көп сұрап жатыр. Кеше артылген тауықтарыңыз туып жатыр ма деп. Туат. Туып жатыр. 2 жұмыртқадан. Көндік 2 жұмыртқа алдым. Өмен 3. Мына 3 жұмыртқа. Ау, не oldu bakalım? Қазір күте тұр. Ашпа дейме. Мен оған қандай жем берем, соны бүгін сіздерге көрсетейін. Даусыма мән бермей қойды, тамағым ауырып тұр кішкене. Бұны бүйтеміз. Осыны аламыз да. Бұны аламыз бүйтіп. Бұны да саламыз осылай. Содан кейін кешегі айтқандай мына жем бар, менің видеоларымды үзбей көріп жүрген адамдар болса біледі. Осы жемді саламыз мұны. Осыны саламыз да. Осыны саламыз. Содан кейін араластырамыз. Мінекей, араластырамыз осылай. Дейді, араластыру керек. Бұны ертең берем, таңертең. Кешкісін араластырып, осылай сықитып. Осылай араластырамыз да. Осылай жемнің ішіне салып қоямыз. Иісі шығып тұр. Қосқан жемнің иісі шығып жатыр уже. Осылай араластырып қоямыз. Таңертең ақтастың ракушкінің ұнтағы осыны салатты ішіне. Осын саламда ішіне араластырып бере қоям, болды. Осы пока осылай беріп жатырмын. Мынау туып жүр. Осын мына ақ туат. Мына 3 қызылдың біреуі туат. Оған өзінің адылер тауықтарын туып жүр, ол жұмыртқа. Ол 4-еу постоянно туып тұр. 2-2-тен туат. Кеше 4 жұмыртқа алдым. Таңертең келсем, тағы туып саған. Осылай жем берсеңіздер, тауықтарына жақсы жұмыртқа туады. Әзірге көріспейміз. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.